Қадірлі көрермен, бүгінгі жолдауда еліміздің әртүрлі саласындағы мәселелер, оны шешу жолдары, міндеттер, тапсырмалар айтылған еді. Дәл осы бір тақырыпты қаузау үшін біздің эфирімізге тікелей байланысқа Мұрат Бапаев, даму кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамы басқарма төрағасының орынбасары қосылуға әзір екен. Мұрат мырза, қайырлы күн, даусымыз естіліп тұр ма? Естіліп тұр, қайырлы кеш. Өзіңізге мәлім, мемлекет басшысы бүгінгі жолдауда 2029 жылға қарай орта бизнестің ел экономикасындағы үлесі 15%-ға жету керек деді. Әрине бұл үкіметтің алдында тұрған маңызды міндет екенінде еске салды. Қазір бұл көрсеткіш 7% шамасында деді. Және жыл басында орта бизнесті қолдау үшін нақты шешімдер қабылдау жөнінде мемлекет басшысы тапсырма да берді. Енді осыған қатысты даму қорында қандай шаралар қолға алынды? Мемлекет басшысының тапсырмасы қалай жүзеге асып жатыр? Сұрағыңызға рахмет. Өздеріңіз білесіздер, президент тапсырма бойынша ұлттық жоба және қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы біріктіріліп, бірыңғай кешенді бағдарлама әзірленді. Біздің мақсатымыз осы бағдарламаны сәтті жүзеге асыру және кәсіпкерлерге өмір сүру ғана емес, оларға өркендеуге және дамуға мүмкіндік беретін экожүйеге құру. Мысалы, бізде даму қорында осы жылда жаңа стратегия қабылданды, 2024-2030 жылға арналған әзірленді. Енді ол стратегиясының аясында жоспарлаған тоқтала кетейік. Ең екі маңызды сұрақтарға тоқтала кетейік. Біріншісі ол қаржыландыруға мүмкіндік жасау. Ол қаржылай өнімдердің түрін көбейту және пайызды төмендету, несие беру процедураларын жеңілдету. Екіншіден, бұл бизнеске оңтайлы жағдай жасау. Ол әрине заңдарды жетілдіру, әкімшілік кедергілерді азайту, инфрақұрылымды дамыту. Біздің ең басты мақсатымыз ол жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды қолдау ғана емес, оларды одан әрі дамыту және масштабтау. Олардың өздерінің қызметтерін, товарларын экспортқа шығару. Ол біздің ең маңызды мақсаттарымыз. Сонымен қатар мемлекет басшысы әр кәсіпкер қолдаудың қандай түрі бар екенін және оған қалай қол жеткізе алатынын еш қиындықсыз біліп отыру қажет деді. Сонда шағын және орта бизнес санатына өтуге мүдделі болады. Бізде қазір қолдау шараларының 100-ден астам түрі бар деді. Шын мәнінде бағдарламалар өте көп, оны шатасып жатамыз, мойындау керек. Оларда оптимизациялау жоспарда бар ма? Біз айттық қой, былтыр біз екі ең маңызды бағдарламалар біріктіріліп, бірыңғай кешенді бағдарламаны жүзеге асырып жатырмыз енді. Ол өте қарапайым сөзбен жазылған, түсінікті, бәрі кәсіпкердің бәрі түсінеді. Ол өзінің 6 бағыты бар. Әр кәсіпкер, мысалы, кіші кәсіпкерден бастап ірі кәсіпкерге дейін өзінің бағдарламасын, өзінің бағытын табуға болады. Өзінің шарттарының таңдап алуға болады. Мұрат мырза, енді барлығы түсінікті деп жатырсыз, бірақ көптеген кәсіпкерлер көбіне шағым жасап жатады, әсіресе ауыл аймақтағы азаматтар, яғни осындай құжаттар бірінші орыс тіліне жазылып, кейін қазақ тіліне аударылады, сол уақытта сәл түсініксіз болып жатады дейді, тілге жатық емес, тіпті сол жердегі мамандардың өзі де кейбір тармақтарды да түсіндіруге мәжбүр болады дейді. Осы олқылықтар келесі жаңа оптимизация кезінде ескеріле ме, қаншалықты жойылады, қаншалықты осыған тіл мамандары тартылып, көпке түсінікті болады? Біздің мақсатымыз бәрін жеңілдетіп, бәрін түсіндіріп береміз. Мысалы, бізде әр өңірлерде өзіміздің кеңселеріміз бар. Ол жерге кәсіпкерлер келіп, оларды сүйемелдеп, бәрін көмектесіп, ол бізде мысалы колл-центрде колл орталығы бар. Олар қазақша да, орысша да сөйлеп береді. Мысалы, қазір бізде 100% цифрландырылған. Ол мысалы кәсіпкерлерге біздің кеңестерімізге, офистерімізге келуге қажеті жоқ. Ол сайт арқылы өзінің өтінішті жіберіп, ол өтінішке қол қойып, ЭЦП арқылы біз оны мысалы 5 күн ішінде мақұлдауға қол қоямыз. Сондықтан ол бәрі өте тиімді. Жақсы, Мұрат мырза, соңғы сұрағымызды қойып, осы кәсіпкерлер осы сіздердің тараптарыңыздан әртүрлі қаржылай көмекті алған кезде
құжаттың көптігіне шағым жасайды. Мұны жолдауында мемлекет басшысы да жаңа оптимизация жасау қажеттілігінде, көп әуре сарсаңға салмау қажеттілігінде айтып өткен болатын. Енді осы қырғын құжат, оны анда апару, мында апару секілді басын таумен тасқа ұрып жинап, ақыры кейбірде грантты да ұтылмай қалатын сәттер болады. Осы бір нәрсені бірыңғайлау, кәсіпкерлерді әуреге салмау жайында бар ма жоспарларыңызда? Ол қашан орындалатын нақты? Иә, бәрі бар. Ол да қазір уже жүзеге асырылып жатыр. Сәтті бәрі, мысалы, ол онлайн даму деген бізде сайт бар. Оны ешқандай қажеті жоқ кәсіпкердің келуге. Ол сайттың ішіне бәрін жүктеп алуға болады. Қалған құжаттардың бәрі e-book'тан жүктеп алуға болады. Бізге соның бәрін тіркелеп жіберуге болады. Оның қажеті жоқ келетін. Мысалы, бізде колл-центр бар, сосын сайтқа жазса, бәрі қол жетімді ол. Жақсы, Мұрат мырза, енді дәл өзіңіз айтып отқандай барлығы қол жетімді, барлығы керемет, тамаша болса, әрине мемлекет басшысының тапсырмасы да орындалады деген ойдамыз. Қадірлі көрермен, бізбен байланыста болған Мұрат Бапаев, Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамы басқарма төрағасының орынбасары. Біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз.